Ассаляму алейкум, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай өте оңай әрі өте дәмді болып шығатын восточный пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. Каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға қантымызды салып, ертілген сары майымызды құйып, қантымыз толықтай ерігенше осылай кішкене араластыратын боламыз. Одан кейін бір жұмыртқамызды жарып, тағы да кішкене араластырамыз. Және де дайын тұрған ұнымыз бен қамыр қопсытқышты салып, осылай венчикпен араластыратын боламыз. Қамырымыз кішкене қоюлана бастаған кезде осылай қолымызбен ары қарай илеуді жалғастыратын боламыз. Ыдысымызда ешқандай ұнымызды, қамырымызды қалдырмай, осылай жақсылап тазалай отырып, қамырымызды илеп шығатын боламыз. Менде осындай форма, яғни асты бөлек алынады. Өте ыңғайлы болып табылады. Осыны қолдансаңыздар, пирогтарыңыз ешқандай қиындықсыз алынатын болады. Қамырымызды формаға жақсылап салып шығатын боламыз. Және де қамырымыз көтеріліп кетпеу үшін шанышқымен пісіп шығатын боламыз. Мен екі түрлі мейіз түрін қолдандым. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша басқа да түрлерін қолдана берулеріңізге болады. Грек жаңғағын ұсақтап тұрап, осылай қамырымызға салып шығатын боламыз. Сапалы сгущенка қолданатын болсаңыздар, пирогтарыңыз дәмді, яғни өте ерекше болып шығады. Видеода көргендеріңізде осылай шет жағын кішкене төмен қарай жақсылап түсіріп шығамыз. 180 градуста 35 минут көлемінде қызарғанша пісіреміз. Міне біздің восточный пирогымыз дайын, өте дәмді болып шығады. Үйге қонақ келетін кезде өте тез дайын болатын пирогтың бірі болып табылады. Міндетті түрде дайындап көріңіз. Каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Барлығыңызға ас болсын.